сол уақыттарда сен нетпе. Осылай келіп атқан, жұмысқа келіп атқанның өзі бақыт. Қанша адам инвалид болып жатыр, жүре алмай. Қанша адам жұмыс, осы ең соңында осы жұмыстың мен ақшасын ал. Қандай маска? Менің неме жазарсың, сол масканы жазам сендерге. Содан кейін мен неден Каспийдан алдым. Менің дайрегіме жазарсыңдар, айтам. Так, қыздар, давайте тағы да не болса сұрақтарыңды қоя беріңдер. Сұрақтарыңды қоя беріңдер, қыздар. Менің азғантай уақытым қалды, үйге баруым керек. Обед ішкен жоқ біз әлі, жолдасым обед беруім керек. Мен жаңа шаштан шықтым, маникюр, педикюрім жасадым. Вакс, маникюр, педикюр дегенде ғой. А то Мальдивы кіргізбей қалар деп. Ал қыздарым, жандарым, бәріңізге бақыт тілеймін, байлық тілеймін, денсаулық, махаббат, қуаныш, барлық жақсылық тілеймін, қыздарым. Алдарың ашық болатын болсын, өмірлерің позитив болатын болсын, өз-өздеріңізді мотивировать етіңіз. Сөйтірінкім бала көтере алмай жүр. Мен айтам, енеңе, қайнағаларыңа көп өкпелейсің, бәрін қой дедім. Я, ол да дұрыс, енді әрине солардың тұқымдарын көбейту үшін бәріне жайма шуақ болып жүрсін, Алладан тілей берсін, көз алдына елестете берсін, балдарының атын қойып қойсын мысленно. Дұрыс айтуың дұрыс. Бәріне солардың тұқымдары ғой, солардың тұқымдарын өстіру үшін нетіп жүрсін, жақсы болып жүру керек, олармен шынымен де дұрыс айтуың. Дұрыс айттың қызым. Рай апа, шайға шақырғым келеді сізді, дейді Айгүлжан. Рахмет, бір күні өзіміз отырармыз, ұят болар, каждый адамның үйіне барып шай ішіп отыру дейтін маған ұят сияқты. Сондықтан бір отырыс болады ғой, өзіміз отырамыз, қыздар. Сол уақыттарда отырармыз келген қыздар болып, а то ұят болар. Әркімнің үйіне қонақ болып жүрген мен үшін ұят сияқты. Бір Құдай керемет құсап. Сізді тыңдап жылдар бойы сұрағымыз жоқ болып қалды. Рахмет сізге көп-көп дейді. Рахмет, жаным. Рахмет, қыздарым, жандарым. Я, мен күнде жазып та жатырмын, қыздар, оқи беріңдер. Күнде ойма келгенін өзімнің басымнан өткізіп, өзімнің ұстанымымды күнде өткізіп жатырмын. Қыздар, қасымды жайлап нетіп жатырмын, қасыма қарамаңдар дейсін. Қасымды жайлап алдырып жатырмын. 10 рет бару керек екен, арасына 3 айма 4 айма салып. Вау, Рай апа, амансыз ба дейді. Массаж, қызым. Так, мына бірінің үстіне бір жазылып жатыр ма, бірден рахмет, сізді көріп қуанып қалдым дейді. Ләззат деген қызым. Рахмет, қыздар, жандарым. Қуанып атқан қыздарыма эфирді сақтаңызшы дейді. Алма деген қызым екен ғой, массажист. Так, рахмет, қыздарым, жандарым, я вас люблю. Барлық арман мақсаттарың орындала берсін. Не ойлайсыңдар? Тек жақсылық ойлаңдар, қыздар. Так, үйде 77-де атам бар, кейде есі кіреслі шығасылы тамақ ішкенін ұмытып қалады. Күндіз ұйықтап, түнде ұйықтайын деп жатқанда 11-12-лерде тамақ ішейік дейді. Ужин ішіп алдық қой, ұйықтайық десек те боқтайды да. Іштен етпесен үлкен кісі ғой, оны қызым енді әрине бұндай керім нелер ғой. Қиындау жағдайлар Құдай тек осындайдан сақтасын. Алла тағала Құдай тек осы деменциядан сақтасын, алжудан сақтасын, Алла тағала. Сол үшін дейді қыздар, алжымаш үшін, деменция болмаш үшін жүре беру керек дейді. Ходьба, йога. Өзімізге тыным бермеу керек, қыздар, сондай болып қалмайық. Құдай сақтасын. Үстіп, келінге тыным бермей, қызға тыным бермей, Құдай сақтасын. Бір жеріміз жуғызбай, Алла тағала шапқылап жүрейік. Алланың өзі дәм тұзымызды тауыстырып алып кеткенше тек шапқылап жүруді Алла бәрімізге нәсіп етсін. Енді бағыңа осындай адам тап болып тұрма, қызым, мерейлі, да? Қызым, енді шыдайсың, Алла көріп тұр сенің барлық неңді, барлық іс-қимылыңды, барлық жасап атқан жақсылығының бәрін Алла көріп тұр. Сондықтан енді ол кісіге де шыдаммен қарайсың, қайтесің енді. Алладан тіле,
Алла тағала енді бір жақсылығыңды бере көр, мына кісіге бір жанына тыныштық бере көр, Алла тағала ақылын дұрыстай көр деп кішкене Алладан сұрай бересің. Тек қана Алламен ғана жұмыс істейсің ғой, енді басқа не айта аламыз? Саған енді Алла сабырлық берсін, күш қуат берсін. Енді бұл да бір саған бір сынақ болып келеді ғой, осындай нәрселер. Бұл сынақтан да сүрінбей өтуіңе Алла нәсіп етсін. Басқа балдарына да арасында келіп көмектесіп тұр деп айтуларың керек қой, аты шаршайсыңдар ғой. Басқа балдарына да жіберіп тұруларың керек пе? Әйтеуір сізді тыңдап жазбаларыңызды үзбей оқимын, эфирге жиі шығып тұрыңызшы дейді. Ертең Балиға барғанда жиі шығып тұрам қыздар дейсің. Ал қайырлы күн қыздарым, бәріңе де жақсылық тілеймін жандарым. Өмірлерің жақсы болсыншы. Барлық жақсылық тілеймін қыздар. Енді мен жайлап ауылыма қайтайын. Күйеуімнен таяқ жеп қалармын. Көкала қойдай болып ертең кетем деп отырғанда дейсің. Рая апа қалайсыз дейді. Жақсымын, шүкірмін қыздар, жақсымын, шүкірмін. Аман есен біз, әйтеуір аман есен жеттік 26 жылға. Аман есен біз барлық. Алланың берген демі менен, Алланың берген өмірі менен, Алланың берген табиғаты менен жайлап өмір сүріп атырған жағдайымыз бар, ел қатарлы. Біреуден ілгеріміз, біреуден кейінбіз, бірақ өміріме ризамын. Барлық өміріме ризамын, Алланың берген. Бар уақытында да риза болдым, жоқ уақытында да риза болдым. Енді шүкір бар уақытында да құтырып кетпей риза болуымыз керек. Мен жоқ деп айта алмаймын, өзіме болып тұрса да, иә, сенікі дұрыс деп өзімді. Міне менің қыздарым қандай ақылды, молодец менің қызым. Молодец, Рая апа сізді жақсы көремін дейді. Рахмет жандарым. Мен де сіздерді жақсы көремін, сондықтан шығып атқаным, уақытымды бөліп. Мен де сендерді қатты жақсы көремін қыздар. Қыздарым, жандарым. Я вас сильно люблю. Сондықтан бәріңді неге сабырлыққа шақырамын. Бәріңді жақсы ойлауға шақырамын. Тек қана жақсылық ойлаңдар. Өмірім керемет болады деп ойлаңдар қыздар. Мен постоянно сөйтіп ойлаймын екен. Өмірім күшті, бұдан да күшті болады. Келесі жылы бұдан да керемет болады өмірім. Ертең бүгінгіден де күшті болады деп ойлаймын. Постоянно солай ойлаймын. Өмірім тамаша болады деп. Сондықтан қыздарым, жандарым, барлық жақсылық болсын. Ал барлық. Так, кішкене бір билеп жіберейік, сосын кетеміз дейсің. Қыздар, давайте. Барлық жақсылық болсын қыздар, жандарым. Я вас люблю. Сізді жақсы көрем, мен де сіздерді жақсы көрем. Бәріңіз жақсы көрем қыздарым. Я вас люблю. Ал бәріңізге менің жолымды берсін. Осы жыл құт берекелі болып келсін. Осы жыл менің жолымды беріп, мен қазір Мальдиваға кетіп баратырмын бұйырса, менің жолымды беріп, Алла тағала жылына 2 рет путешествияға барыңдар. Алла тағала армандаған армандарым орындалсын. Жаңа сәби көтер алмай жүрген балдарым, қыздарым, сәби көтерсін. Үйсіз болып жүрген қыздарым үйлі болсын, келінді болсын, немерелі болсын мен сияқты. Мен сияқты Мальдиваға барсын. Басқа да бүкіл Алланың бүкіл елін шарласын. Барлық жақсылық болсын қыздарым. Я вас люблю. Алланың миллион миллиардтары келсін сіздерге. Барлық жақсылық болсын жаным. Барлық арман мақсаттарыңыз барлық орындалсын. Барлығы болсын. Бүкіл арман мақсаттарыңыз орындалсын. Әумин, әумин, әумин болсын қыздар. Алдамай кеттік. Баламның өлеңіне құттай билеп аламыз. Сосын жүреміз жайлап. Басқаға менің бағым байланды.
Я вас люблю. Барлық арманыңыз. Енеммен сөзге келіп қалдым деп отырған қызыма айтарым. Ертең өзіңде ене боласын дейсің. Енеңді аяп кет, просто аяп кет. Выгоды жоқ саған, ол кісіден ұрысқаннан выгод болмайды. Единственный, әрбірін соң осложнениеге айналып, айырылып кетуің мүмкін. Сондықтан енеңмен қолыңнан келсе, ол енеңді аяп кет. Ол кісінің көрмей келатқан жоқ. Сен қазір жап-жас болып, сен қазір нервный болып отырсың, сол кісінге бола. Ол кісінің нервысы не болып жатыр? Неше жасқа келді ол кісі? Сол жасқа келгенше қанша нервысы шықты өмірден. Сондықтан ол кісінің өмірмен жүріп көр, ойша. Не болды ма? Ата-анасы қалай болды? Жетім жесір өсті ме? Қала берді, жаңағы енеңнің өмірі қандай болды? Ата енесі қандай болды? Күйеуі қандай болды? Атаң гулять етті ме? Ұрды ма? Соқты ма? Арақ ішті ме? Не болды? Соның бәрін көз алдыңа елестет. Балдары бәрі керемет болып кетсе жақсы. Біреу айырылып жатыр ма? Біреу қосылып жатыр ма? Балдары өліп қалып жатыр ма? Я болмаса ата-анасы қалай? Бауырлары өліп кетіп жатыр ма? Соның бәрі влиять етеді сол енеңнің жасына келгенше. Сондықтан енеңді былай көзбен жүгіртіп көрде, сонда аяушылық пайда болады. Жүгіртіп көрсең, ол енеңнің өмірмен өзің жүріп көрсең, сонда енеңді аяп кетесің. Қасқаның көрмеге атырған жоқ екен ғой деп. Көрмеге атқан жоқ екен ғой деп аяп кетсең, сонда енеңе деген ыза қор жүрмейді, энергия. Сонда аяушылық, махаббат жүреді. Сондықтан енеңді аяп кетуге тырыс, ойлап, оның ситуациясына кіруге тырыс, оның өмірімен жүріп көруге тырыс. Сонда сонда саған жаңағы дұшпандық келмейді, жаңағыдай ұрысқың келмей қалады, аяп кетесің. Маған ана клиенттер келеді ғой, енемді көргім келмейді вообще дегенде, сол енесін солай айтқанда, Рая апа, жаман аяп кеттім, қазір барамда енемді құшақтаймын деп айтады ғой. Вот сонда жақсы көріп кетем. Сонда, значит, это моя работа работает деген сияқты ғой. Сол сияқты қыздар, енелеріңе ренжімей ақ қойыңдар, өздеріңде бір енесіңдер, мен өзім бір енемін, ертең ене боласыңдар сендерде. Сонда сөйтіп келінің қақшаңдап отырса, қалай болады дегенде ғой. Сондықтан енеңді де аяп кет. Сосын жақсы көріп кет ол кісіні. Сонда саған выгодны ол кісіні түсіну и жақсы көріп кету болды. Саған выгодысы сол. Өйткені сенің балдарыңда қанша жаман көрсең де, сенің балдарының қанында ол кісінің қаны бар. Сосын ол кісі жақсы болсын, жаман болсын, сенің сүйген сүйіктіңді өмірге алып келіп, бақты қақты өзің құсатып. Сондықтан оны қалай жаман көрейін десең де жаман көре алмайсың никак. Потому что соның баласы сенің қойныңда жатыр. Содан және бала туып отырсың. Тәп-тәтті сәбилерді. Сондықтан ол кісіні жақсы көріп кет. Ол кісі сені жақсы болсын деп айтады. Бір нәрсе айтса, мүмкін кішкене ана жерің былай бүйтіп тұр ғой, мына жерің бүйтіп тұр ғой десе, значит, сені кішкене ширатып алғысы келетін болар, сені кішкене жақсы өмірге әкелгісі келетін болар. Сондықтан енді ол кісіні солай қабылдап үйрен, қызым, жаным. Сен ақылдысың ғой, сен оқып жатырсың бізді. Рая апай, сіздің сөйлеп отырғаныңыздың өзі мотивация маған дейді. Рахмет, жаным. Алиса дейтін қызым ғой. Рахмет, жаным. Жақсы демалыс тілеймін. Жадырап, жайнап, өміріңіз жақсылыққа толы болсын. Әмин, қыздарым, жандарым. Жаным, апам деп атсыңдар. Рая апа, 7 жылдан бері тыңдаймын. Рая апаны 7 жылдан бері тыңдаймын. Рахмет, жаным. Менің оқырмандарым, машина хочу, аласың, хочу дегенде көз алдыңа елестетті, аласың машина. Биыл машина аласың. Биыл путешествияға барасың. Барлығын айтып отырмын. Бәрі путешествияға биыл барасыңдар. Биыл миллионер боласың. Вот. Жизнь это игра, надо играть. Жақсы демалып қайтыңыз, позитивная, Рая апа дейді. Рахмет, әумин, қыздар. Әумин, 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 әумин. Кетем дегенде тек жақсы тілектер тілеп атсыңдар. Өмір керемет, я, өмір керемет. Сәлематсыз, Рая апа дейді. Қыздар, бәріңде сау болыңдар. Кетем деп әлі отырмын.
Күйеуімнен таяқ жеп қалам ба деп қойып кетем деп әлі отырмыз. Сәлем бердік Рая апа, недоношенный бөпемен 70 күннен көп жатырық. 70 күннен де көп жатырық реанимацияда. Біз үшін бір бата айтасыз ба? 10 жылдан кейін тапқан 3-ші балаң ба? Ал қызым, жаңағы енді бата сұрап атсың ғой. Жаңа недоношенный болып туылған балам деп атсың қызым. Айда қызымның атын Лұқпан. Мына бірінің үстіне бірі қабаттасып кетіп жатыр қыздар. Бір ненің үстінде бір не қабаттасып жазылып тұр ма бірдеңе? Соны білмей қалып жатырмын. Ал қызым, недоношенный болып тұрған талай бала недоношенныйлықтан өсті ғой, ештеңе етпейді. Қазақтар ырыммен де шығарды, жаңағы бөріктің ішіне салып бақты ма, сондай бірдеңелер жасап өсіп кетіп жатыр. Ничего страшного, талай бала өсіп кетеді, соның ішінде сенің балаң өсіп кетеді. Одан қорықпа, тек жақсылық ойла, аман есен өсіп кетсін қызың. Қызың ба, ұлың ба, енді сәбиің аман есен өсіп кетсін, тек жақсылық ойла. Жақсы, аман есен уже өсіп, толысып, несі келіп, весі келіп, адам қатарына қосылып, аман есен өсіп кетті, ура деп ойла. Сол уақытта сондай жағдайың болады. Биыл және сондай жыл 3 планетаның қосылған жылы. 3 күннің, айдың, жердің деп жатыр. Сондықтан не ойласаң сол қабыл болады. Сондықтан сол балаң аман есен өсіп қатарға қосылып кетсін. Әумин. Әумин, әумин жаным. Так, қыздарым, кетем деп әлі отырмын. Мальдиваға аман есен барып келіңіз деп Сабира деген қызым тілек білдіріп жатыр. Әумин, рахмет қыздарым, жандарым. Я вас люблю. Ладно, енді пока ешкім ештеңе жазбай тұрғанда кетіп қала қояйын. Пока-пока, я вас люблю.